Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2022 жылғы Monster История Джеффри Дамер атты сериалын қысқаша айтып беретін боламын. Біздің арнада подписчиктер саны 10 мыңға жетті. Достар, сіздердің қолдауларыңыз маған әрқашан үлкен демеу береді. Сондықтан да лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Бұл оқиға Милуоки қаласындағы ескі тұрғын үйден басталады. Гленда атты әйел тағы да вентиляция арқылы бензопиланың дауысы мен жағымсыз иісті сезуде. Ал тамның ар жағында Джеффри атты жігіт құралдарда қалған қанды кетіріп, бір банка пива ұрттап алған соң көшемен серуендеп қайтпақшы. Коридорда Гленда тағы да оған жағымсыз иіс үшін шағымын айтуда. Ал Джеффри болса бұны бұзылып кеткен еттің иісі де бәрін қалпына келтіруге уәде береді. Бірақ Гленданың айтуынша бұл жағдай бірінші рет емес және алдыңғы аптада да жігіт уәде берген болатын. Көшенің бәрінде жоғалған адамдарға іздеу салынған. Осылай Джеффри кешке қарай сүйікті клубына келеді. Біраз көңіл көтерген соң ол бейтаныс жігітті өз үйіне шақырып, фотосессия үшін оған ақша ұсынуда. Бірақ квартираға кірген кезде Трейси атты жігіт өзін біртүрлі сезіне бастайды. Джеффри оның қалуын өтініп, жігітке дәрі қосылған пива ұсынады. Жатардан алдын Джеффри оны жемес бұрын жүрек қағысын естіп қалмақшы. Ал Трейси болса оған берілген кейіп танытып, осының арқасында ол бұл квартирадан аман қашып шығады. Көшеде жігіт полиция көлігін тоқтатып, оларға үйде болған жайтты айтуда. Полиция Трейси айтқан мекен-жайға келгенде, ол жерден шынымен де үлкен қылмыс айғақтарына тап болады. Осыдан кейін детективтер Джеффридің әкесі Лайнға қоңырау шалып, полиция учаскесіне келуін өтінеді. Детективтен әкесі баласының жігіттерді өлтіріп қана қоймай, олармен ойына келгенді істеп, кейбіреуін тіпті жеп қойғанын естиді. Енді Джеффриді учаскеге әкеліп, оны алғашқы сұралымға жіберге жатыр. Сол жерде маньяк детективтерге бәрін мойындауды шешті. Өз оқиғасын ол бала кезінен бастайды. Жастайынан оның өзгеше болып ержетуіне үйдегі ұрыс-керістер мен тағы да басқа факторлар әсер еткен болатын. Бір күні мұғалімге тірі құрттарды сыйлайды, бірақ мұғалім оны қабыл алмаған соң жас бала оларды ауыр химикаттармен өлтірген екен. Онымен қоса әкесі үйдің қасынан жануардың сүйектерін тауып, баласына оларды жинауға рұқсат беріпті. Анасы бұл әрекетке қарсы болса да, әкесі оның бір хобби тапқанына өте қуанышты. Майами қаласына жалғыз көшіп келген Джеффри бір күні есіне бала кезіндегі қызықты сәттер түсіп, әкесінен үйге қайтуға рұқсат сұрайды. Милуоки қаласында Джеффри әжесінің үйіне қонап, жергілікті цехқа жұмысқа кірген екен. Сол кездері ол алғаш рет еркектің манекенін көріп, жігіттерге сезімі ашылғаннан манекенді ұрлауға дейін барыпты. Дүкеннің қасынан бір топ жігіттерді байқап, арасындағы ең кішісіне пива мен ақша ұсынып, ақыры фотосессияға көндіреді. Джеффри одан тез құтылғысы келмеді, керісінше оның миына тәжірибе жасап, өзіне бағындырмақшы. Кішкене есін жиып, жас жігіт әзер дегенде далаға шығады. Бірақ миына зақым келгендіктен екі полиция қызметкеріне ештеңе айта алмай тұр. Осы кезде араларына Гленда түсіп, Джеффридің квартирасын тексеруді өтінеді. Бірақ та полиция жігіттер гомо болған соң олардың арасына түспеуді шешіп, жас баланы қайта Джеффриге тапсырады. Осылай полициялар кеткен сәтте Джеффри бұл істі аяқтауды шешті. Енді 1959 жылға оралсақ, Дамерлерде жақында жаңа отбасы мүшесі дүниеге келеді. Әйелінің кішкене есі дұрыс болмаған соң, Лайон баласына алаңдай бастайды. Онымен қоса бір күні ол жүкті әйелін қыстың кезінде жұқа киіммен аялдамада кезіктірген болатын. Джеффри жасөспірім болғанда әкесіне сенімі арта бастапты. Бірақ сонда да әкесіне гомо екенін айтпаған болып шықты. Жай ғана әкесі үйреткен бойынша балықтың ішек қарнын тазалаумен айналысатын. Мектепте Джеффри анатомия сабағына қатты беріліп, мұғалімнен үй жұмысын сұраған кездерде болыпты. Осы кезде ата-анасы ажырасып,
Джеффри бірнеше ай үйде жалғыз тұрған екен. Ақырындап спирттік сусындарға әуестеніп, үйде жаттығып, жігіттер журналына басы кетіп жүр. Үйге жақын жерден Джеффри сымбатты жігітті байқайды. Оның жүгіру графигіне қарап, бір күні ол битамен оның алдынан шығады, бірақ та шабуылдайын десе батылы жетпейді екен. Анасы болса әйелдер орталығында емделіп, біраз ес ақылын жинауда. Үйге қайтар жолда Джеффри келбетті жігітке тоқтап, оны қалаға дейін апармақшы. Бірақ үйіне алдап сулап әкелгенде, әлгі жігіт оның гомо екенін түсініп, енді кетке жатқанда Джеффри оны темірмен ұрып тоқтатады. Бұл маньяктың ең бірінші қылмысы. Осыдан кейін жігіт 9 жыл бойы өзін ұстап келген екен. Джеффри жақсы жігіт болып өсіп, отбасының мақтанышы болуды қалаған болатын. Әкесі осы кезде жаңа отбасы құрып, Джеффриге келеді. Әкесімен ашық сөйлесіп, жас жігіт өзін жолы болмайтын жігітке теңестіреді. Енді әкесіне еркектер жайлы айтайын десе, әкесі оны тыңдайтын емес. Огайо университетіне түскен Джеффри көп ұзамай оқу орнынан босатылады. Енді әкесі оны армияға жібермекші. Екеуі тек 1 жылдан кейін Рождествода кезігеді. Сыртынан қарасаң, жас жігіт басқалар секілді әдемі форма киген нағыз солдат. Бірақ армиядағы медицина курсында ол барлық әлсірететін дәрілерді жазып, оларды солдатқа пайдаланған соң онымен ойына келгенін істейді. Осылай жас жігіт армиядан шығарылып, әжесінің үйіне көшіп келген екен. Әжесі оған әкесінің кішкентай кезіндегі суреттері бар қорапшаны сыйлайды. Ертеңінде жігіттің төсегінен манекенді тапқан әжесі оның өзгеше екенін түсінеді. Енді Джеффри оның манекенді лақтырып жібергенін естіп, әжесіне қатты ашулы. Бұл жағдайдан кейін ол ішімдікке қатты беріліп, жәрмеңкеде ұятқа қалды. Сосын РУВД-ға келіп жұмысынан айырылады. Көп ұзамай қан құю орталығына жұмысқа кірген Джеффри ол жерден донорларды ұрлап жүр. Осыған қарағанда ол бұл процестен рахат алса керек. Келесі партнерін ол қымбат қонақ үйге келеді. Номерде байқамай стаканды шатастырып, дәріні өзі ішіп қойған екен. Ал таңертең не болғаны есінде жоқ, тіпті жігітті қалай өлтіргенін де білмейді. Енді денені чемоданға салып, әжесінің жертөлесіне жасырмақшы. Тек жігіттің басын ғана қорапшада естелік ретінде сақтап қойыпты. Сұхбат кезінде Джеффри оны үлкендер басқарған секілді басқа да адамдарды басқарғысы келгенін айтады. Осыдан кейін ол әрбір жігітке тура мақсатпен барған екен. Клубта жігіттермен танысып, әжесі ұйықтап жатқанда оларды үйге кіргізеді. Шарапқа дәрі қосып, барлық процеспен жертөледе айналысқан болып шықты. Кейде әжесі жағымсыз иіске шағымданса да, ол әрқашан сылтау табатын. Бір күні әжесі оның ритуалдық заттарын тапқанда, отбасыда жанжал туа бастайды. Әкесі келіп жертөлені тексергенімен бәрі таза болып шықты, тек оған тыныш жүруді ескертеді. Джеффри бір күні жас жігітті үйіне әкеліп, оны ұйықтатқан соң бірінші қабатқа әжесі түседі де, бұл әрекетін доғаруды бұйырады. Сөйтіп, әжесі жігітті таңға дейін күзетіп, оны автобуспен үйіне жіберген екен. Учаскеге келген жігіт Джеффриге шағымданса да, оның тері түсіне байланысты полиция оған мән бермейді. Бұл жағдай бір күні тағы қайталанып, Джеффри полицияның көзіне түседі. Бірақ та сот үкімі оның жасына қарап, рұқсатсыз зорлық деген айыппен 1 жылға түрмеге жабуды шешті. Бостандыққа шыққан соң, ол бұл істі қайта бастағай жүр. Енді тек кедергі болмас үшін әжесінен бөлек тұрмақшы. Клубта Джеффри естімейтін және сөйлей алмайтын жігітпен танысуда. Ол жігіт бұл өмірде шынайы махаббат іздеп жүр екен. Үлкен қалаға барып, бұл жігіт шынымен де өз орнын табады. Жаңа жұмыс тауып, модель атанып, жаңа адамдармен танысуда. Екеуі жиі кездесіп, бірін-бірі ұнатып жүр. Джеффридің оны пайдалануы тіпті ойында да жоқ. Әкесі келгенде Джеффри бәрін реттеп, әкесіне ішімдікті қойғанын жеткізеді. Оның ойынша өмір жақсарып келетін сияқты. Бірге өткізген түннен кейін жігіт басқа қалаға кететін болды. Сол кезде Джеффри қайта бұрынғы әдетіне басып, қызғаныштан қолына балғана алады. Энтонидің анасы балам жоғалды деп полицияға арыз жазғанымен, баласы қара нәсілді, саңырау және гомо болған соң полициялар бұл істі қарайтын емес. Кешкі асқа маньяк жігітінің жүрегін әзірлеп, одан рахат алуда.
келесі жәбірленуші Трейси болып, оны полицияға ұстап берген болатын. Көршілері оның енді кім екенін түсініп аң-таң болып тұр. Гленда полицияға менің айтқанымды тыңдамадыңдар деп арыздануда. Детективтер болса жағымсыз жаңалықпен барлық отбасыларға кіріп шығады. Қаладағы расизммен күресу үшін шопан келіп, Глендамен сөйлесуді шешеді. Гленда оған Джеффри тұрған қабатта үнемі жағымсыз иіспен дауыстар шығатынын айтады. Ол полиция арқылы тек ескерту қағазға қол жеткізген екен. Осыдан кейін Джеффри кешірім ретінде Глендаға келіп, оған еті бар сэндвичті жегізбекші болыпты. Лайонға баласын көруге рұқсат етілді, бірақ әкесі оны көргенде не дерін білмей, мүлдем басқа нәрсе жайлы айтуда. Үйде әкесі тәрбие кезінде қателік кімнен кеткенін ойлап, есі шыға бастайды. Милуоки тұрғындары бұл іске көз жұмған барлық адамдарға қарсы митингқа шықпақшы. Ал тергеу кезінде жас баланы Джеффридің қолына қайта тапсырған полицейлер жұмысынан босатылады. Енді адвокат пен Лайон жігітке ауру сияқты кейіп танытуды ұсынады. Бірақ та Джеффри бұл ұсынысқа келіспей, тоқ ұратын орындыққа баруды шешкен екен. Сот кезінде сот алқасы жігітті ауру емес деп танып, оны 1070 жылға қамау керек деген үкім шығарады. Осыдан кейін жәбірленушілердің жақындары оған іштерінде жиналып қалған сөздерді айтады. Соңғы сәтте Джеффриге сөйлеуге 1 минут беріліп, ол барлығынан кешірім сұрауда. Әкесі де баласынан кешірім сұрап, баласының тәрбиесін өз мойнына алады. Енді әкесі бұл оқиға жайлы кітап жазбақшы екен. Осылай Монстр История Джеффри Дамера атты сериалының алғашқы 8 сериясы аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.